Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге айерке. Мен сіздерге 28 март күні өзім ашқан сделкаға обзор жасап беремін. Не үшін кірдім, қандай профитпен жабылды деген секілді. Бұл сделка менде проп счетта, проп аккаунтта плюс $240 менен жабылды. Мына жерге скринін қойып қоятын боламын. Енді анализға көшетін болсақ, мынаны қараңыздар. Бір күндік таймфрейммен жалпы алтын бізде импульсына лонг келе жатыр. Мен всегда айтамын, иә, алтын когда импульсына лонг беріп жатқан кезде, оны кіші таймфреймде жаңағыдай бұрып, разворачивать етіп, шорт ашып, мүлдем керек емес. Лучше кіші таймфреймнен барып точка входа на лонг іздеу қажет деп. И одан кейін аяқтан 4 сағаттық таймфрейммен қарайтын болсаңыздар, бізге жақын имбаланстардан только біреу ғана. Мына имбаланстардың барлығы бір-бірін жауып кеткен, яғни теңменен бір-бірін жауып кеткен. Только мына жерде ғана бізде открытый имбаланс бар, как потенциальный точка входа. Точка входа на лонг только. Вот. Одан кейін уже 30 минут, 15 минут, 5 минут қойып, уже сессияны қосасыздар. Мен мысалға өзім Азияның уақытысында мүлдем торговля жасамаймын. Мен только Франкфурт, Лондонның кезінде ғана сделка ашуға тырысамын. Вот. Егер дағы сессияның өзінен қарайтын болсаңыздар, мынау бізде Азияның максимумы болсын алады. Франкфурт Азияның максимумын снимать етеді дағы, сразу шортқа импульсный откат береді. Бірақ мен бұл жерде импульс шортты коррекцияны ұстауға тырыспадым, потому что всегда коррекцияны пропускать етемін. Одан кейін мынау бізде buy-side, external buy-side liquidность, яғни үлкен таймфрейммен қарайтын болсаңыздар, бұл самый последний максимум точка болып саналады Азияның хайы. Ал енді мына жақта бізде импульс коррекция, импульс болып келе жатты ғой, одан кейін мынау бізде коррекция болып саналады. Яғни мынау минимумдар, ол бізде sell side ликвидность болып саналады. Яғни коррекция кезінде бізде точка входа ретінде біз аламыз. Мына имбаланстарды алуға болады. Вот осы имбалансты алуға болады. Одан кейін кіші 5 минуттық таймфрейммен көрейік. Мынаны ордер блок ретінде аламайсыздар. Вот мына жерді ордер блок ретінде алуға болады. Но мына жақта бізде Азияның минимумы ретінде алуға болады. Егер дағы осы зоналардың біреуінен, мысалға на ордер блоктан, либо на имбаланстан какое-то подтверждение болатын болса, на лонг, ол кезде мен лонгқа қарастырамын деген болатынмын. Бірақ Франкфурттың кезінде мүлдем ешқандай да подтверждение болмайды. Наоборот, керісінше, прям Франкфурттың кезінде алтын жаңағыдай прям импульспенен шортқа құлайды. Яғни глубокая коррекция болды, если қарайтын болсаңыздар. Ол не істеді? Мына жақта жаңағы айтқандай, мынау минимум ғой. Минимум, каждый импульстың минимум и максимум ол ликвидность болып саналады. Мына минимумнан ликвидность, кім өзінің стоптарын қойды, соның барлығын минуспенен шығарып тастады былайша айтқан кезде. Егер дағы бұны сіздер 1 сағаттық таймфрейммен көретін болсаңыздар, прям нақты ликвидность екендігін көре аласыздар. Яғни ол ешқандай да закреп берген жоқ целоменен. Просто барды, фитильменен шықты, на имбалансты тестировать етті и сразу обратно откат берді. То есть біз сразу түсінеміз, то, что на жерде просто снятие ликвидности болды. И бұл уже бізде сразу подтверждение на лонг болып саналады. Именно өзім точка кірген жерім, вот осы снятие ликвидностьден сделкаға кірген болатынмын. Бұл сделка менде сағат где-то сағат 2-лердің кезінде ашылып, кешкі 19:45-те барып жабылды. Вот, маған напротив тұрған, мынау имбаланс қой, коррекцияның имбаланс қой, осының пробитиесінен уже мен сделка қарастырған болатынмын лонгқа деп. Бірақ біраз уақыт бойы неде тұрып қалды, боковикте туда-сюда жүріп қалды. Ол моментті тоже мен жаңағыдай өзім каналда айтқан болатын. Просто пропускайте пока что деп. Вот. Одан кейін қарайтын болсаңыздар, неке? Просто лонгқа подтверждение берді, ликвидностьті снимать етті, и дальше лонгқа дейін жетеді. Сделка менде где-то сағат 19:45-тің кезінде барып плюспенен жабылды. Просто бұл сделканы жаңағыдай ұзақ, долго ұстап қалғаны болмаса, а так былайша нормально. Прям особо қаттандай қиын күн болған жоқ. Просто неге көп адамдар кеше минусқа кетті, себебі олар на ордер блоктан, на имбаланстан без подтверждений кіре бастады. Яғни олар не істеді? Фибоначчиді алды, импульс коррекцияны жүргізіп, тупо сделкаға кіре бастады. Негізде никогда без подтверждений, на кіші 5 минут, 3 минуттық таймфреймдерде жаңағыдай слом болмай, мүлдем сделкаға кіріп керек емес. Жалпы в целом сол. Мына жақта қарайтын болсаңыздар, тоже кіші таймфреймде также манипуляция жасайды. Импульс коррекция болады да, мына жақтан қайтадан
ликвидность ретінде снимать етеді на минимумда, сосын дальше жоғарыға кете береді. Просто золотан особенность болса, ол көбінде часто манипуляцияменен жүреді. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің инста парақшама да жазылып алыңыздар, ерке FX трейдер. Ол жерде мен күнделікті өзімнің интрадей идеяларды до и после салып жүремін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.